Ұйқы мен демалыс адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуі үшін аса маңызды факторлар. Ұйқы кезінде ағза қалпына келеді, энергия жинақтайды және жүйке жүйесі реттеледі. Демалыс болса физикалық және психологиялық күш-қуатты жаңартуға көмектеседі. Ұйқының жеткіліксіздігі мен дұрыс демалмау денсаулыққа кері әсерін тигізіп, созылмалы аурулардың дамуына себеп болуы мүмкін. Ұйқының маңызы. Ұйқы мидың және ағзаның толыққанды жұмыс істеуі үшін қажет физиологиялық процесс. Ол келесі маңызды қызметтерді атқарады. Мидың демалуын қамтамасыз етеді, ақпаратты өңдеу, есте сақтау қабілетін жақсарту, иммундық жүйені нығайтады. Ұйқы кезінде ағза ауруларға қарсы күресетін жасушаларды белсендіреді. Гормондық тепе-теңдікті реттейді, метаболизм мен өсу процестерін қалыпқа келтіреді, психикалық тұрақтылықты сақтайды, күйзелісті азайтып, көңіл күйді жақсартады. Ұйқының сапасы мен ұзақтығы адамның жасына байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, жаңа туған балалар 14-17 сағат ұйықтаса, ересектер 7-9 сағат, қарт адамдар 7-8 сағат ұйықтауы керек. Егер сіздің ұйқыңыз бұзылып, тұрақты түрде жеткіліксіз ұйықтап жүрген болсаңыз, сізде мынадай мәселелер болады. Шаршау және энергияның азаюы, зейіннің төмендеуі және есте сақтау қабілетінің нашарлауы, иммунитеттің әлсіреуі, қан қысымының жоғарылауы, жүрек-қан тамыр ауруларының қаупі, салмақтың артуы және метаболизм бұзылыстары, депрессия және күйзеліс деңгейінің көтерілуі. Демалыстың денсаулыққа әсері. Демалыс ағзаның физикалық және психикалық саулығын сақтау үшін маңызды. Ол мыналарды қамтиды: белсенді демалыс, спорт, серуендеу, табиғат аясында уақыт өткізу, пассивті демалыс, кітап оқу, музыка тыңдау, йога, медитация, әлеуметтік демалыс, отбасы және достармен уақыт өткізу. Ұйқыңыз дұрыс және деніңіз сау болу үшін мына пайдалы әдеттерді қалыптастыру керек. Бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұру, жатын бөлмені қараңғылату және желдету, спортпен кешке айналыспау, кешке майлы, калориялы, тәтті тамақ жемеу және алкоголь ішпеу керек. Сондай-ақ кешкі асқа көп тамақ жемеуге тырысыңыз. Күннің екінші жартысында шоколад және кофе ішпеңіз. Ұйықтар алдында темекі тартпаңыз. Ұйқыға жатқан соң жарты сағат бойы ұйықтай алмай жатсаңыз, медитативті музыка немесе табиғат дыбысын қосып, ойларыңызды ұйқысыздықтан жағымсыз нәрсеге ауыстырыңыз. Бұл жылдам ұйықтап кетуге көмектеседі. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ұйқыңыз тыныш болсын.